Жаңа ғана сен сөйлесуге келе жатқанда бір ауыз сөз айтқан не туралы. Ең басында жаңа жұмыстан шаршап келесің, ұйқың келеді. Спортпен айналысуға күшің де қайратың да жетпей үйде қалып ұйықтағың келеді де, сондай тартады да. Сондай бір ләззат ұйықтауға. Бірақ жаңа өз-өзіңді соған итермелейсің, өз-өзіңді қайрайсың, айтасың, жоқ, жаңа ерінбе, бар деп. Сонда айтқым келгені жаңағы ең басындағы 5 минут ең қиын солар. Сол 5 минутта өзіңді жеңсең, содан кейін одан кейінгі жеңіл болады да. Өйткені таксиге не автобусқа отырасың да, спорт залға келгенде сенің барлық шаршағаның, ұйқы кеңең жаңағы сейіліп қалады да. Ал осылай спортпен айналысқаннан кейін, семсерлескеннен кейін шықсаң, әрі өзіңді жақсы бір сезінесің де, өз-өзіңді жеңдім деген сияқты. Міне қазір семлестім де, денемнің ішіндегі дофамин ба, серотонин жаңағы бақыттың гормоны көп бөлінеді де, өзіңді жақсы сезінесің. Жаңа өзіңе сенім үлкейеді де, өз-өзіңе деген мақтаныш өседі. Сонда айтқым келгені, сол істі немесе спорттың бір түрін сен өте жақсы көруің керексің, сүйуің керексің де. Әйтпесе, егер сүймесең, онда жай ғана өзіңді қинап, босқа азаптайсың. Сол менің айтқым келген ақылым, сол ақыл кеңесім. Алғашқы 5 минутта өзіңді жеңуің керексің. Яғни сенің ең адал досың өзің, және ең сондай өктем жауыз дұшпаның да өзіңсің.